Жалбызым, жалбызым, қасиетіңді білгенде өлмес еді жалғызым. Лұқпан Хәкімнің ұлы ойын баласы болып өсіп қалған кезінде дертке шалдығып, ішкен асы ішінде тұрмайды. Талай өлім аузындағы науқас жандарды емдеп жазған Лұқпан неше түрлі шөптен дәрі жасап емдесе де өз ұлын жаза алмайды. Баласы қайтыс болған соң дертін білу үшін ішін жарып қараса, ұлтабарынан тобықтай тас шығады. Сырты жылтыр тасты жалғызымның көзіндей көрейін деп қалтасына салып алады. Лұқпан Хәкім жаздың шілде күнінде ыстықтап, арықтағы суға түседі. Судан шығып киінейін десе, өсіп тұрған жалбыздың үстіне қойған қамзолының қалтасынан еріген майды көреді. Қараса, қалтасындағы тас еріп жатыр. Лұқпан зер салып қараса, баласы жасында ешкі майын жеп, тамақтан соң мұздай су ішкен екен. Май ұл табарына қатып, ішкен тамағымен әрі-бері қозғалып, тасқа айналған екен. Лұқпан Хәкім, жалғызымның емі сен екенсің ғой деп, жалбызды құшып, жалбызым, жалбызым, қасиетіңді білгенде өлмес еді жалғызым деп жылай береді. Сол заманнан бері ел аузында дәрі шөп, жалбыз жайлы осындай мақал қалған екен. Райхан Матаева, оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.